халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол білім. Ал білім көкжиегінде қалықтаған құстай жер жаһанға ізгіліктің нәрін себуші бір адам, ол мұғалім. Армысыздар. Мен Таңатова Маржан Фарабекқызы. Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы 13-ші шағын ауданда орналасқан номері 17-ші жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Әуелі Аллаға арқа сүйеп, одан кейін Абай атамыз айтпақшы, өзіме сеніп бастаған мұғалім атты мәртебелі мамандықта жүргеніме биыл 2-ші жыл. Ұстаз болу жолындағы алғашқы қадамым 2015 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне оқуға түсіп, 4 жыл бойы сол университет қабырғасында білім алып, 2019 жылы бітірдім. Оқушылар саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Отырамыз орныңызға. Ресми түрде мұғалім атанғаннан кейін мендегі бар мақсат қазақ елінің болашағының, яғни кішкентай бүлдіршіндердің бойларына өз ана тілін сіңдіріп, әдебиетін ұғындыру еді. Әрі мақсатымды қазіргі заман талабына сай жаңашылдықтармен жүзеге асыруды көздедім. Ал педагогикалық ұстанымым орыс сыныбындағы оқушылардың тіл үйрену үшін, қазақ тілін үйрену үшін қажеттілік немесе мәжбүрлік емес, шынайы қызығушылықтары болуы маңызды еді. Қазіргі үштілділік заманында қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттырып, ал ата-аналардың ағылшын тілімен бірге қазақ тілінде қатар қойып, өз баласының болашағы үшін маңызды санау үшін де көп іздендім. Шие. Мен алмұрт жеймін. Бұл не? Банан. Тек қана оқушыларға білім беріп қана қоймай, өзімді де кәсіби тұрғыдан жетілдіруге тырыстым. Білім мазмұнын жаңарту курстарына, мектепшілік шара мен апталықтарға белсене атсалыстым. Білімімді сынау мақсатында онлайн олимпиада жарыстарға қатыстым. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсан ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шағанов ағамыз айтқандай, алдымда отырған әр баланың жүрегінен жол тауып, бала бойындағы қабілеттерін енді аштым ба дегенімде, кенеттен бүкіл әлем індетке шалдықты деген суық хабар жетті. CNN even traveled there just before the city locked down. Коронавирусқа шалдыққандар саны 9 адам. Адамзат бұрын соңды болмаған үлкен қатермен бетпе-бет келді. Өкінішке қарай бұл қауіп Қазақстанға да келді. Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілінде қазақша сөйлейміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл ненің суреті? Балалар, кітапта 77-ші бетті ашамыз. Бүгін біз қоршаған ортамен танысамыз. Қоршаған орта дегеніміз бізді қоршап жатқан табиғат әлемі. Қоршаған ортамен толықтай танысу үшін видеороликті мұқият тыңдап қараймыз. Осылай оқытудың жаңа түрімен жұмыс жасадым. Тәжірибемде одан әрі ұлғая түсті. Балаларды қашықтықтан оқыта отырып, қазақ тіліне деген қызығушылықтарын жаңаша, өзгеше әдіс-тәсілдермен аша түстім. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Бұл не? Күн, иә? Күннің түсі қандай? Сары. Келесі сурет. Бұл не? Раушан гүлі, иә? Раушанның түсі қандай? Келесі суретке мұқият қараймыз. Бұл не? Тау. Таудың түсі? Көк, бұл аспан. Таудың түсі қоңыр, иә? Келесі суретте бізге не берілген? Бұлттың түсі қандай? Ұстаз ұлы есім.
Ұлағатты ұстаз болу бір күннің ісі емес. Мен ұстаз болуға қарай өз қадамдарымды асықпай, анық басып келе жатқан мұғаліммін.